Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз дәл осындай дастарханның көркін ашатын сырный картина дайындаймыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Себебі арнамда апта сайын сіздерге қызықты видеолармен, тегін мастер-класстармен бөлісіп отырамын. Ал сіздер қоңыраушаны басып қойған болсаңыздар, ендеше видеоны тамашалаңыздар. Сырымызды үккіштен өткізгеннен кейін осылай қызып тұрған табада жай отта қызып тұру керек. Тек қана бізге ысылығы керек, себебі сырды ертіп алуымыз керек. Сырымыз осылай еріп болғаннан кейін, оны салқын жерге кішкене қойып, немесе табамызды салқын судың үстіне қойып, сырымызды осындай лопатканың көмегімен алып, стакандарға немесе осындай вазалардың үстіне осылай қойып, картина тәріздес етіп қойға болады. Дәл осы қалпында салқын жерде 15-20 минуттай ұстаймыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.